Бір елдің патшасы әдеттегідей таңертең серуенге шығады. Келе жатып, жол үстінде отырған қайыршыға көзі түседі де, бір жақсылық жасайын деп шешеді. Қайыршыны шақырып алып, тілеуіңді тіле, не сұрасаң да беремін дейді. Қайыршы күліп, сіз менің қалауымды қанағаттандыра алмайсыз ба деп қорқамын, қажеті жоқ деп қысқа қайырады. Қайыршы тарапынан бір менсінбеушілік байқағандай болып, патша, сенің кез келген қалауыңды берем, уәдем уәде. Айт, не тілеуің бар деп сұрайды. Қайыршы болса, жоқ, қажеті жоқ, мұны істеу мүмкін емес, дейді. Мұны естіген патша, жоқ, мүмкін емес нәрсе жоқ. Мен патшамын, қане айт деп райынан қайтпай тұрып алады. Жақсы патшам, менің қалауым қарапайым. Ендеше мына дорбамды толтырып берсеңіз болғаны, тілеуім осы дейді. Тілеуің болсын деп нөкерлерін шақырып, мына дорбаны теңгеге толтырыңдар деп бұйрық береді. Нөкері көзбен шамалап, қазынадан теңге алдыртады. Бірақ теңге дорбаның жартысына да жетпеді. Тағы салады, толмайды. Бірнеше қапшық әкеліп дорбаға төгеді. Апырай, толатын түрі жоқ. Жұрт болса аң-таң. Патша ақшам кетсе де, абыройым жоғалмасын деп нөкерлеріне қалай да қайыршының қалтасын толтырыңдар деп бұйрық береді. Теңгеде, алтын да, күміс те, бағалы тастар да салынып жатыр. Ақыры қайыршы, патша ағзам, осы салғаның жетеді деп өзі тоқтатады. Адам баласы естімеген сұмдықты көзімен көрген патша, бұл дорбаның сыры не? Қандай сиқырдан жасалған деп сұрайды. Сонда қайыршы, уа патшам, ешбір сиқыры жоқ, тек бұл дорба адам баласының құлқынынан жасалған. Ал адам баласының құлқын толтыру мүмкін емес деген екен. Иә, бұл жай ғана данышпандардың айтқан мысал әңгімесі. Десе де, мұнда маңызды ақиқат бар. Ол адам баласының болмысы. Адамның құлқыны еш уақытта тоймайды. Оның жалғыз жолы қанағат